Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін. Бұл әйгілі шешен Әйтеке биден қалған сөз. Армысыздар, құрметті көрермендер, біз өздеріңізді кемеңгерлігімен есімі тарихта қалған тұлға Әйтеке Байбекұлы атындағы көшемен таныстырмақпыз. Әйтеке Байбекұлы қазақтың үш биінің бірі. Батыс Қазақстанда дүниеге келген Әйтеке 7 жасынан атасы Ақшаханның тәрбиесінде болған. Ел басқару ісіне ерте араласып, халық арасындағы даудамай, келісім бітім істеріне қатысып отырған. Ауыл молдаларынан сауат ашқан баланы атасы 10 жасынан бастап, Жалаңтөс батырдың балаларымен бірге Бұқарадағы медресеге оқуға береді. Ол оқуды үздік тамамдайды. Араб, парсы тілдерін үйреніп шығады. Әйтеке 25 жасында төрт қара елінің биі, ал 30 жасында кіші жүздің төбе биі болып сайланады. Көшеге 1992 жылы Алматы қаласы әкімінің шешімімен Тәуке ханның кеңесшісі, қазақтың тұңғыш саңы жеті жарғыны құрастырушылардың бірі Әйтеке Байбекұлының есімі берілді. Орталық Саябақтан басталатын көше Әуезов, Алмалы, Жетісу, Түркісіб, Медеу аудандарын қиып өтеді. Бұрын Балқаш көшесі 19 ақпан, Октябрьская деп аталған көше Қалдаяқов, Төлебаев, Фурманов, Абылайхан, Сейфуллин даңғылдарымен, Панфилов, Желтоқсан, Наурызбай батыр, Байтұрсынов, Шәріпов, Қожамқұлов, Мұратбаев көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 4900 метр. Арасан моншасы сыртқы келбеті қалаға көрік беріп тұрған сәулет ескерткіштерінің бірі. 1982 жылы салынған кешеннің жобасын жасаған белгілі инженер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Көпсекбай Рәтқұлұлы Төлебаев. Шығыс және орыс, фин моншаларын бір кешенде біріктіріп, сәулет өнерінің ерекше үлгісінде жасалған жобаға 1984 жылы мемлекеттік сыйлық берілді. Ғимаратқа Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жанындағы орта ғасырлық моншаның үлгісі пайдаланылған. Көлемі 100 000 шаршы метр, 5 қабатты нысан, күніне 2000-нан аса адамға қызмет етуге арналған. Панфилов пен Әйтеке би көшелерінің қиылысындағы мына еңселі ғимарат Қазақстан суретшілер одағы. 1933 жылы құрылып, қазақтың бейнелік өнеріне үлес қосып келе жатқан одақтың бүгінгі күнге дейін 1000-ға жуық мүшесі бар. Төлебаев пен Әйтеке би көшелерінің қиылысындағы үйде 1962-85 жылдары химия саласына еңбек сіңген ғалым, педагог Батырбек Ахметұлы Бірімжанов тұрған. Ал Фурманов көшесінің қиылысындағы мына ғимаратты 1890 жылы Көпес Шахваростов салдырған. Қазір мұнда Францияның Қазақстан Республикасындағы консулдығы орналасқан. Әйтеке би мен Абылайхан көшелерінің қиылысында Алмалы ауданының әкімдігі орналасқан. Көшенің қарсы бетінде мынандай шағын саябақ бар. Бақ ішіне қазақ елінің өткен тарихынан мағлұмат беретін бірнеше ескерткіш орнатылған. Бұл жерден Әлібек Жангелдин, Амангелді Иманов, Ораз Жандосов, Сәкен Сейфуллин секілді қайраткерлердің ескерткіш мүсінін көруге болады. Сондай-ақ мұнда 1918 жылы 3 наурызда Верныйда кеңес үкіметі орнап, осы жерде революциялық комитеттің үйі болғанын айғақтайтын мынандай тас орнатылған. Абылайхан мен Әйтеке би көшесінің қиылысындағы ғимарат 1938 жылы салынған. Бұл бұрынғы совхоздар халық комиссариаты. Ескерткіш мемлекет қарауына алынған. Ал Сейфуллин көшесіндегі Қазақстан кинотеатры қаладағы ежелгі мәдени орындардың бірі. Кинотеатрдан сәл ілгері жүрсеңіз, Әйтеке би мен Масанчи көшелерінің қиылысынан Қыздар университетінің бір ғимараты мен кітапханасын көресіз. Міне біз Әйтеев көшесіне де келіп жеттік. Сіздер Әйтеке Байбекұлы атындағы көшенің тарихымен таныс болдыңыздар. Әсем Алматының кезекті бір әдемі көшесінде кездескенше аман сау болыңыздар.